Жайлап жүрсем қып-қызыл кілемдейсің, масаттай құлпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем бер көңілі қалай, қариялар қашанғы жүректейсің. Қарияға сәлем бер көңілі қалай. Келін түсті салды ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілемдейсің, масатыдай құлпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем бер көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Қарияға сәлем бер көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Алдыменен өзіңді енең сынар, емендей боп болсынға емен шыдар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Атасында осы елдің анасында, сыйлай білген ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықыласы үлкеннің батасында. Қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықыласы үлкеннің батасында. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Ал ассалаумағалейкум, атасы алаш, келегесі ағаш, шәугімі шоқтан, қазан оттан түспеген қазақпыз ағай. Ұлы өсі, ұлысын дейтін, қызы өсі, ұрысын дейтін, ұлын өсіріп мінекей. Ұлыс тойын көріп жатқан бүгінгі шолдарлар ұрылы елі, Қодарқұловтар әулеті, соның ішінде Жұматай ағамыздың, Жәмила апамыздың шаңырағындағы, және Нарбайдай, және Райгүлдей ата-анамыздың бүгінгі шаттық мереке тойлары баршаңызға да құтты болсын ағайын, баршаңызға да бүгінгі той жұғысты болсын дейміз. Ал енді мінекей ақжаулықты аналарымыз бүгінгі мына мерекелеріңіз, тұспа-тұс келіп жатқан мерекелеріңіз бүгінгі 8 марттарыңызбен сіздерді шын жүректен құттықтап қояйық. Алтын құрсақты аналарымыз, ақжаулықтарыңыз ешқашанда кірлемесін. Бүгінгі мереке әлемге батырды алып келіп жатқанда
ana deydi. Cennetin kildi ananın tabanında. Sonduktan mum түсірме kabağına. Allah'ın rızasılığını alalmaysın. Ananın kırpağın tursa kabağında деген ağayın. Bugün mineki şoldarlardın ülken akşalıkta әжелері oturmayı törümüzdeki. Bugün kelip oturgan nagaşıları, jiyenlerimiz, jengelerimiz, karındaslarımız barşаңызda бүгінгі мерекемен шын жүректен тағы бір рет құттықтап қояйық. Жәмил апа, бүгінгі той құтты болсын, мереке құтты болсын. Ал тағы да мінекей бүгін шобдарлардың ұрылы елінде бүгін біздің ер болсын ұлдарымыз, Назеркедей ақ келіндеріміз алып келіп қуантып жатқан болса, екіншіден әйел қыздар мерекесі, ал үшіншіден Жәмила анамыздың да бүгін туған күн ағайын. Бір құттықтап қойсақ, қошеметтеп қойсақ ағайын. Аға, қол көтеріп қоймайсыз ба? Ағай мереке. Қыздың жасы, аспаңыз. Аспаңыз, тұра беріңіз деп жатырмын. Сіз қайқырас шақырайын деп жатыр өз сіздерге. Апамыздың бүгінгі туған күні жасынан жас қосылсын. Не бұл? Әпкеңіз, мен көтеріп тұрайшы әпке. Ойбай ештеңе бермейді. Шашыңдың бәрін есін шалмағанау деймін да. Жоқ, мына жерге тойды ашып алайық деп едік, сосын сіз керексіз. Бүгін енді мынау біздің Нарбай енді ауылдан жұмысқа байланысты келе алмай қалды. Сол үшін енді осы жерге Райкүл анасы келіп отыр ағайындар. Бір қошеметтесеңіздер, Райкүл анасын ортамызға шақырсақ, және осы мінекей ақ босағамызды аттанып, мынау келінімізді оң аяқымен кіргізіп жатқан Ғабит шаңырағына бүгінгі келін түсіріп жатқан Ғабит інісін шақырайық. Содан кейін Майра келіндерін бір ортамызға шақырсақ деп отырмыз. Ал ортамызға мінекей Ғабит және Майра Райкүл келейік. Қошеметті қоймаймыз ба мінеке? Келін алып шаттанып жатқан шаңыраққа ғанеке. Рахмет берекелді. Ал енді мінекей ақ жүрекпен, ақ көңілімізбен жайылған ақ дастарханымыз бір ашып берсін деген ниетпен Жәмил апа ортамызға енді мына қайныларыңыз болатын шығар. Сол кісілерде қазір енді мына 60-та алқында осы әулетке, осы мінекей ұрулы елге ақсақал болып қалған. Сол үшін енді мына Руслан ағамызды ортамызға шақырсақ, Бостанбай ағамызды ортамызға шақырсақ, осы кісілер мінекей ақ тілегімен, ақ жүрегімен ақ дастарханымызды ашып, тойымыздың түндігін түріп берсе деп отырмыз. Келіңіз. Боса келіңіз. Жұмеке, келіңіз. Шақыр деп отыр. Келіңіз. Қазір келістім бі? Райкүл рудныйға үйренбей жүр ау деймін. Райкүл қашан келген өзі мына? Қыдырып жүрген деп жүр ау деймін. Келін алып жүрген деп жүрген жоқ ау деймін. Кетіп қала береді. Ал, енді мінекей Руслан аға, өздеріңізге микрофонды берейік. Бүгінгі мына тойымызды бір ашып берсін деген ниетпенен Руслан ағамыздан бастайық. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Мінекей тұспа-тұс келіп тұрған 3 тойдың иесі болып тұр. Тойым екі тойын қабат болсын дейді ғой. Мына дүниеге мынау некелі жасыңыз өзіңіздің. Жасыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мынандай немере туылған күніңізге подарка қылып жатыр. Подаркаңыз әрдайым күшті болып, сол сізге қызмет қылсын. Шай демдеп, кіріңізді жуып, мынау ақ орамалыңызды кіргізбесін. Осы қалай мынау әйел қыздар мерекесі құтты болсын. Дастархандарыңыз міне ашық, осы тойды әдемілеп тойлаңыздар, отырыңыздар, ойнаңыздар, күліңіздер. Осы мынау шобдарлардың тойында әдемілеп тойлап, той таратуға сіздердің көп үлестеріңіз бар. Сол үлестеріңізді қос жіберіңіздер. Сонда 2 жас бақытты болады. Ғабит, той құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Райкүл.
Allah rahmet bergildi. Gördüңүздөр мынакей ағаларымызды, ақ жағалауды алып, мінекей өздеріңізге алдарыңызға шығып, ақ дастархандарын ашқызып жатырмыз. Ал сіздерге де той құтты болсын, сіздерге де той жұғысты болсын. Бүгінгі мінекей шаттық мереке тойларыңыз, шаңырақтарыңыз да көп болсын дейміз. Және де баканеке о, қара сумка қайда? Ойбай қара сумка. Әкет. Ой, болмаса қазір отырмаймыз ғой қазір. Ермей маған. Отыра беріңіздер, ал той құтты болсын, туған күн құтты болсын. Ал алдарыңыздағы бұйырған астан дәмнен алып отырыңыздар. Бүгінгі ақ дастарханымызға ақ адал асымыз сәлден соң дайын болады. Оған дейін сіздерге көңілдеріңізге біздің де жүректерімізден шыққан жақсы әндерімізді тарту етейік ағайын. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күймен түлектен, төмен шулары шаршатты. Ауылға барам, бәріне туыс ел жақта. Алдыңыздан астан дәмнен алып отырыңыздар, билеп жатқан қонақтарымызға бір қошеметтеп қойыңыздар. Үлкен аналарымыз жасы келіп жатса да мінекей немере келіннің тойында бүгін мінекей тойлап билеп жатырмыз ағайын. Жиылмайды ешқашан дастарханым, келген жанның алдына ас тартамын. Кіші болса құрметтеп, үні тұтып, үлкен болса алдына аспен бірге бас тартамын деген қазақпыз. Бүгін мінекей ақ дастарханымызға, бүгінгі тойымызға әдейілеп істетіліп отырған той асын
қарсы алайық ағайын. Ал көңілдеген күйдің өніменен сіздердің алдарыңызға той қалау ағайын. Ал енді мінеке құрметті ағайындар, ыстық палауымыздың енді мынау ыстығы кетпей тұрғанда ыстық лебіздерімізден бір, сіздерге деген ыстық лебізін, ыстық тілектерін айтсын деген ниетте үлкендерімізді, әулеттің үлкендерін ортамызға шақырсақ деп отырмыз. Ортамызда шақырмасақ, мына столға берсек, үлкендерімізден, әжелерімізден бір бастасақ деп отырмыз. Айнагүл апа, Қалам апа, мінекей, өздеріңізге келіп тұрмыз. Той құтты болсын. Мына микрофонды өздеріңізге берсек, сіздердің мынау әулиелетіп ортаға шақырмай-ақ қойып. Микрофондан қатты шығып тұрсыз. Өздеріңізге берейік. Mine құрметті қонақтар, бүгін менің балдарымның баласының үйлену тойы екен. Жиенбай, Нәсілхат, Ғабитжан келін, Нарбай, Райгүл, айналайын, мына келіндерімнің бірінші қадамы құтты болсын. Сәнді, сәтті, мәнді болсын. Әрқашан осы балдарымның қызының күле-күлі Алла Тағала нәсіп етсін. Келген келін, арбасқан қадамын құтты болып, менің балам менің бақытты болып, көтерген шаңырағында екі босағын беріп көп шаңырағын жоғары болып, әрқашан шоқтар деген, бекет деген келдің, мен деген келді болуына тілектестім. Тартқан ауырынан құтты болсын. Бүгінгі сегізінші март әйел қызметінен бары жанды құттықтаймын. Бәрін келін алыңдар. Немере шөбере шөпшек сүйіңдер. Үйлеріңде той болсын, береке болсын. Күнде жайнап аналар жүре беріңдер. Тойлар той болсын. Құрметті қонақтар, жинақ болған себебіміз бәрімізге белгілі. Мына Нарбай келін алып той болған екен. Мына Жәмилә шеше тойыңыз құтты болсын. Бақтар бақытты болсын. Әрқашан денсаулық мықты болып, мына жайғанда сақаңыз тойға жайып той деп келеді. Қайретке де құтты болсын майрамен екеуіне. Сіздер сөйлесін деп жатыр, үшкіз сөйлесін деп жатыр. Нарбай, тойлар құтты болсын, тойын той боласын. Жәмилә жеңгемізде туған мереке құтты болсын. Аналарымызда мерекелер құтты болсын. Тойларын той боласын. Мына екі әжесіне бір ақыл. Рахмет әдейгізде, бұяқта әжелер бар, Ал, Мұстафа, әдейгізде. Құрметті жиналған қауым, міне қыздардың күні қойған. Мерекелерің құтты болсын, шеше туылған күнің құтты болсын. Екі тойын қабат болсын. Екі тойын қабат болатын. Келін бақытты өмірді болсын. Құрандарының жылдық күйеуші жылдық болсын. Тойының тойға жарғақ бекет ауылында той болсын. Міне жиналған қауым,
Тойдың келесі үстіне екі баламыз отбасы қосып жатқан таза құтты болсын. Абысынымда туған күніңмен туған күн құтты болсын. Ауылға келмей қалған қайындарыма, келіндеріме бәріне құтты болсын айтамын. Жиындарына, нардарына бәріне құтты болсын. Осы той, балаларына құтты болсын. Жастар елдіні барша үлкендерге қосылатын шығар ойлаймыз. Ал баршаңызға да бүгінгі той құтты болсын, айтылған ақ-тектер періштелердің құлағына шалынсын. Бүгін мінекей және де осы мынау Рамазан айы айтылған ақ-тектер періштелердің құлағына шалынып, әрбір шаңырақта шаттық мереке тойларымыз көп болсын дейміз ағайын. Ал енді мінекей апаларымыздың ақ тілегіне әдейілеп арнайылап әнменен бір шалғайық деп өздеріңізге жақсы бір ескі әндерден өздеріңізге бір тарту етіп отырайық. Elleri
жолдаған табылармана сенің жолдаған өлегін ойырса ұйқыңнан оңдырдым түндей баламса түндей қылдырдым көргенше алаңда аңсам толғана қабыланбана серемін жолда қабыланбана серемін жолда енді мінекей ал жаңағы енді мынау айтып жатқан барлық әндеріміз мынау төрде отырған ақжаулықта аналарымыз апаларымыз сіздердің құрметтеріңізге арналып жатқан әніміз жаңағы енді мынау айтып жатқан тілектеріміз қабыл болсын деп ал қонақ келді, қонысқа қонақ келді, дос-жаран, ағайын туыс молақ келді. Әркім өз барғанша ақтарылып, сияпатпен сыйлықтарын орап келді. Ал біреулер шашуларын шашып жатыр, ал біреулер орамасын ашып жатыр. Айналайын көңілінен ағайынның көңілдері көл болып тасып жатыр дейді ағайын. Қазір енді мінекей біздің бүгінгі Нарбай менен және Райгүлдің және Ғабит менен Майраның тек өз алғы заттың шаңы шықпайды дейді. Бұл кісілер болған менен мінекей ағайын туыстыққан болмаса, бүгін тойдың сәнінде болмас еді ағайын. Ал олай болатын болса, осы қаумалап келіп жатқан ақ жарқын көңілді ағайындарымызды ортамызға бір шақырсақ деп отырмыз. Жалпы шовдарларды ортамызға бір шақырсақ, ақ тілекті ақтарлы айтсын деген ниетпен осы шовдарлардың басын бастап келетін Қоңырбай ағамыз сізді қайта-қайта қоймай жатыр мінекей. Қоңырбай аға біріншісі. Содан кейін шығармын. Ал, билеп шығар деп жатыр тағы да. Билеп шығар дейді. Жеңгеңіз айтып отыр, билеп шықсын деп жатыр сізді. Билеп шығыңыз деді. Bu kişi bu bilet vergen verdi yani. Bu Şaymil Efendim sұрауы бойынша бағанадан бері той басталғалы Момырбай деп жатыр, бір кезде Шоңырбай деп келеді әйтеуір. Алдындағы әріптер өзгеріп жатыр. Бірақ ат өзгеріп жатқан жоқ Қоңырбай ағамыздың. Тек әріптер өзгеріп жатыр. Сол енді сыйлағанымыз сізді. Қашаннан бағанадан бері айтып жатыр. Енді мінекей өздеріңізге берейік. Мінекей үлкеннен бастап. Мен Русланға өзіңізді құрметті ағайын жиналған бәріңізге жиналып отқан себебіміз белгілі. Біріншіден мына жеңгеміздің туылғаны құтты болсын. Барлық осы жерде жиналып отқан құда-құдайша құдағайлар мейрамдарыңыз құтты болсын. Мына қосылып отқан баламызбен бақытты болып, әрқашан халқына қалаулы елеулі болып, аңсаған армандарына жетіп, әрдайым бәріміз үйімізде осындай той болсын дейміз. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға құтты болсын. Келіп отырған апаларымыз бар, жеңгелеріміз бар,
қарындастарымызға барлықтарыңызға құтты болсын. Осы жастар бақытты болсын. Осы келін бүгінгі барлық ағайындарға мереке сыйлап, елге оталықтан мереке күні болып келіп отырған келіннің қадамы құтты болсын. Әрқашан осы келіннің жүрегіндегі мерекелі болсын. Жастар бақытты болсын. Мінекей той қыласын, балдар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум. Жиналған қауым. Жәке, мына немере келініміз құтты болсын. Сонымен сұхбаттес келіп жатқан туылған күніміз де құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болып, осы балдарыңыздың қуанышына әрқашан жүзіңізден күлкі кетпей, жүз жасаңыз. Нарбай келін, сендерге де келін құтты болсын. Қойшының таяғынан, келіннің аяғынан дейді, келініміз құтты болып. Осы әулетті бір мен деген көтеретін келін болып келе берсін. Құрметті әйелдер қауымы, сіздерді мына бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жәке, дастархандарыңызды мен осындай той мерекеге жалғасып, тойыңыз тойға ұласа берсін. Құрметті ағайындар, туысқандар, той барлықтарыңызға құтты болсын. Әжелер, апалар, сіңілдерім, бүгін 8 март мерекелеріңіз құтты болсын барлықтарыңызға. Үйлеріңізде той көп болсын. Мінекей Нарбай ініміз, келініміз Райкүл, Жәмила жеңше, той құтты болсын. Бүгінгі және жаңа жасыңызда құтты болсын. Әрқашан осы балдардың қызығына тоймай, немере, шөбере ертіп, солардың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Барлықтарыңыз үйінде той құтты болсын. Осы жас болса да бас болып жүрген мына Қошбегім, тілегімді айтып жіберме. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын, тойшыл қауым. Бүгінгі қуаныш той баршаңызға құтты болсын. Және де мынау 8 наурыз халықаралық әйел қыздар мерекесімен осында жауапты аналарды, алтын құрсақты аналарды, қыз келіншектердің баршасын құттықтаймыз. Әйел бақытын берсін сіздерге Аллах. Ал енді Жәмила әже, бүгінгі қуанышыңыз құтты болсын. Туылған күніңіз де құтты болсын әже. Енді ұлың жақсы болса бір бақыт дейді, қызың жақсы болса мың бақыт дейді, келінің жақсы болса шын бақыт дейді. Осы келіп жатқан келін шын бақыттарыңыз болсын. Құтты болсын дейміз барша бауырларға. Ал рахмет, бәрекелді, айтылған аққеті персенің құлағына шалынсын. Ал енді міне Атамұрат бір атадан бол, өзіңнің бір жақсы бір ақ тілегіңді сонымен енді не қылсақ, Міне құрметті қонақтарына бүгінгі мына жиналған себебі мына 2 жас қой, 2 жас бақытты болсын. Аңсаған армандар жетсін, үлкен семьялардың бірі болсын. Мына әже бүгінгі туылған күніңізде құтты болсын. Мына келген бүгінгі әйел қыздар мерекесі барлықтарыңызға, әйел қыздарға құтты болсын. Әрдайым той болсын, тойда жүрек қызметте. Мерекелерге құтты болсын. Той құтты болсын. Рахмет. Мерекелерге той құтты болсын. Құрметті қауым, жиналып тұрған жерлеріміз, Райкүлдің анасының бас қосқан кіші, келіннің құтты болсын, дені сау болып, келін алыстағызын ететін келін болып жүресін. Бүгінгі 8 наурыз қыз келіншектер мерекелерің құтты болсын, әрқашан мерекеге амасын ете беріңіздер, дендерің сау болсын. Құтты болсын мерекелеріңіз. Болды. Ал айтылған аққеті персенің құлағына шалынсын. Қоңырбайға жаңа айтып жатқан Моңырбай, Шоңырбай деп айтып әзіліміз ғой, біздер. Сізбен әзілдесіп жатқаным ғой. Төрежан деді, Төрежан деді. Сосын қоймағаннан кейін Төрежан деген кім дегесін Моңырбай деді. Мен енді өтірік айта алмаймын, оразада. Кім айта алмаймын сол өтірік айтқан күні. Жәмиламен тұрған үйде мен кете беремін бе? Ойбай, бір шай қой.
Ерлан, ya kız gelsin mi ya barasız mı? Келсін өзі. Kız gelir mi özü? Versiz koyun ne vardır kayınları. Kız gelsin ne vardır Cemil abla ne yalan mı? Ha? Bileğimiz değil mi? Yok sizin bileğinde bir gülleriniz var mı kollarınızda? Ne olsa kız gelerken de bitip gül verip sosun bazı şakradı. Vay be! Buna gözümüz gül değil. Köktemde topuk gidiyor, şokarlar kapıları ya. Özümüz gül deyimiz deydi. Rahmet berekinde, hayatımın aktivite perskeye kulağına şalansın deyip, eğer bu şoklarının şahrlarında şartlar merekeli toylarımız köp bolsun, ağayın tuğuskanlarga birege bir hoşemetten koysanızlar ağayınlar. Aslanlar men alып отырыңыздар. Мынау ya қазір енді ақ кектер беріп жатыр, уақытымыз өтіп жатыр деп ағайындар бір сөгіп жүрмеңіздер. Қазір енді мынау келген халық ақ тілекті айту парыз. Енді мынау алдарыңызға ас келіп жатқанда ақ тілекті ақтарлы айтсын деген ниетпенен өздеріңізге де көңілдерімізді бөліп, қазір енді мынау осыдан кейін біз енді мынау нағашылар жағына ақ тілекті береміз. Оған дейін сіздердің көңілдеріңізге жақсы әндеріңіз тарту етіп отырайық ағайын.
için en zavallı buldular senin için Yüreğimde sırtladı senin için Senin için canım senin için Böbürlendim toprağı senin için En zavallı buldular senin için Yüreğimde sırtladı senin için Senin için canım senin için Ay rahmet. Hırşıktın ulumu dem, ulusu dem, bұрынғының сөздерінің дұрысы көп. Мен сіздерді жақсы көрем, нағашылар, аяулы анашымның туысы деп дейді. Ал енді мінекей құрметті ағайындар, құрметті қонақтар, бұл жерде енді мынау нағашы жұрттарымыз көп шығар. Өз нағашы жұрты бар, және түп нағашылары бар ағайын. Сол кісілерден енді мынау, бәрі шықпағанменен іштерінен үлкендеріміз, ірі бастыларымызды бұл ортамызға шақырсақ, ал енді мінекей Нарбайдың нағашылары, Ерболсынның енді түп нағашылары, Райгүлдің нағашылары, Ерболсынның бұл кісілерден нағашылар жағы, және Ерболсынның өз нағашыларын ортамызға бір шақырсақ деп отырмыз. Жалпы нағашы жұрттар келейік. Келіп жатыр, Райгүлдің нағашыларына келсін, және енді мына біздің Ерболсынның нағашыларын ортамызға бір шақырайық. Келіңіздер қандай Ірбастыларымыз деп жатырмыз, ассалаумағалейкум, той болса берсін баршаңызға да. Ал енді мінекей өздеріңізге микрофонды берейік. Жолға қараған қазақпыз, жасқа қараған қазақпыз. Енді мінекей жолға қарасақ, жасқа қарасақ, ақ-жаулықты аналарымызды бүгін бастайтын жат. Бажай апа, өзіңізді бастаймыз ба? Сіздің, Болсын, балдар бақытты болсын, әйел қыздарына сегіз шыматтары құтты болсын, құдағайынға туылған бір құтты болсын, елі жас бақытты болсын, бақытты болар. Бүгін атаулы күн келіп жатыр ма екен? Алла өмірі болсын, елінен елеулі қалыңға қылығы болсын, мен Райгүлдің нағашы әжесімін. Қайырлы күн, тойшы қауым. Мінекей бүгін олар құттар отбасына бір семья қосылып жатыр. Құтты болсын деймін. Аха, мінекей бүгінгі немере келініміз құтты болсын. Туған күніңізді құтты болсын. Шашамаңыз осы ағайындарының алдында, үйлерінің алдында, туыстарының алдында жүре беріңіз. Қосылып жатқан балаларыңыз құтты болсын, бақытты болсын. Еліне елеулі, халқына қалаулы азаматтар болсын. Солар құтты болсын. Сонымен мына бүгінгі әйел қыздар күнінде баршаңызды құттықтаймын. Баршаңызға сау саламат тілеймін. Солар құтты болсын. Бүгін тойға жиналған қауым, Райгүлжан, Нарбай, құдағай бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, келіннің қадамы құтты болсын. Көшеде тұрған әйел қыздар, барлықтарыңыз бүгінгі 8-ші наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймын. Мына тоймен бірге қабаттасып келіп жатыр екен. Дендеріңіз сау болсын, өстіп жарқырап жүре беріңіздер. Той-тойға ұласа берсін. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі келіннің қадамы құтты болсын. Біздер енді Райгүлдің нағашыларымыз. Бірақ өзім жолдарын. Екі жас бақытты болсын, бірлі шүбірлі болсын. Құдағайында туылған күні құтты болсын. Барлық құлағыңызда әйелдер жағы. Бүгінгі 8-ші мart халықаралық әйел қыздар мерекесі ғой.
құтты болсын. Бәріміздің денсаулықтары құтты болсын. Құрметті мына құдағылар ағайлар, райко Марғайдың Құбатқан келіндерін құтты болсын. Құдағайдың да болған осы 2 жас қой, 2 жастың арқасында өстіп келіп тұрмыз. Әрқашанда осы 2 жас бақытты болсын. Аса аман-аманда көтерген шаңырақтары биік болсын, жасалары берік болсын. Осы баланың қызығын көп жүре Ассалаумағалейкум. Райко келіндерін құтты болсын. Бақытты болсын. Әйел қыздардың мерекелері құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Құрметті тойға жиылып алған тойшыл қауым, мінекей баршамызға бүгінгі тойларыңыз құтты болсын деймін. Осы мінекей күйеу балам мен қайыншығының мына балдарымыздың бақытты тойы құтты болсын. Әрқашан босағалары беріп, шаңырақтары биік болып, отбасынан көңіл кетпесін. Мінекей Құдағайдың да туған күні деп жатырған, туған күніңіз құтты болсын. Әйел ана, әйел гүлдей, әйел менен әлем нұрдей. Мінекей бүгінгі әйел қыздардың мерекесі баршамызға құтты болсын. Қызғалдақтай құлпырып жүрелеріңізді. Баршамызға тағдар деп құтты болсын. Рахмет, бәрекелді айтқан ақылетте персері құлана шалынсын. Сіздердің үйіңіздерде осындай тойлар сіздерге де жұғысты болсын дейміз. Райкүлді қазір кетіп қаласында бар ма? Райкүлді ана жақтан зорға тауып алып кеп мына жерге орнатып қойып едік қой. Орнатып қойдық мына жаққа. Ой, Райкүл Өзбекстаннан жаңа келген өзі. Сосын бір жағы праздник, бас айналып жүр бақыттан енді. Құрметті қонақтар, тілектерді ары қарай созбай-ақ қояйық, баршасына да бір беріп жіберейік. Қанекей, осы жерде отырған, осындағы қазақ осы құда болды, қинайтын құдаларын жамандыққа қимайтын құдалары мақтап кетсе, бір-бірін алты қанат ақ ордаға сыймайтын дейді. Ал енді мінекей топтың басын құдалар бастап тұрған болса, олай отырса, құдаларымызбен бірге біз осы әулеттің апа жезделерін ортамызға шақырсақ, сонан соң жиендеріміз бар, бөлелеріміз бар, оларды да қалдырмай, осы тілекпен бірге сіздерді де шақырсақ деп отырмыз ағайын. Ал енді мына әулеттің мыңжылдық құдалары және осы әулеттің және шобдарлар руының елінің апа жезделері, жиендері және бөлелері. Ал енді мен жиен едім, мен бөле едім деп келіп отқан қонақтарымыз болса, асабаның алаңына келіп, ақтарына тілек айтсын деген ниетпен сіздерге бір жақсы музыка қойып, билеп шығыңыздар Енді ар жақта келіндер айтып отыр, мына апа жездеріміз билеп тұрып алғаныз, өздерінің ауыз беріп болғасын, ауыз ашықтан бері не қылсын деп айтады дейді, әбеттінде уақыт өтіп барады ғой деп.
Ал енді мінекей апа жездеріміз енді Құдай көп түсінбесін көппіз ғой, бірақ енді соның ішінен де үлкендеріміз, жаңа сөйлегендер болса сөйлемей-ақ қояйық ғой. Біз қазір құдалардан бастасақ қалай болады? Құдай қосқан құдаларымыз, мінекей. Құрметті жиналған қауым, жиналған себептеріміз басқа өздеріңізге анық белгілі. Жұматай деген құдамыз бар, Шолтар ұлы. Соның Нарбай деген бала келін алып той істеп жатыр. Құдалайым бар ма істеп? Жәмиле ханым күнә. Жәмиле ханым мынау тойғыластың. Ашта бір уақытта бір құда болды. Құдаларымыз 1000 жыл күлігіміз де бар аздап. Көп емес. Ол 100 жылдық болды. Осы тойғаласа еді. Денсаулығың мықты болсын. Ұзаққа барған естіп жатыр, бұны туылған мұның екен. Қалай бұл туылған екесінде. Сәлге кейінге туылды. Жұмызда жүректе бұтады. Жаңа көрбасымыз тұтады. Қайынба ем болды. Мына тойғаласын, балдар бақытты болсын. Екі жастың өмірі ұзақ болсын. Осы сізбенен біздей болып, қалтайып, мынандай таяқтар ұстап жүре берсін. Сол денсаулық аманшылық болсын. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Мен бұл үйге құда болып келемін. Міне бүгін Жұматай атамыздың және әжеміз дейміз ғой құдаға екен. Және міне Ғабит пен келіншегім екеуім сөйлеген келіндерім қадам құтты болсын, дендері сау болсын, бақытты болсын. Міне Құдағайдың 8 мart бүгін туылған күні құтты болсын апа. Деніңіз сау болсын, немереміз шөбереңіздің алдында келін тойын көре беріңіз. Осы жерде отырған барша әйел қауым қыздардың бәріне бүгінгі мерекелер құтты болсын. Әрбір қазақтың шаңырағында той мереке болсын. Деніміз сау болсын, аспанымыз ашық, жаңа түскен келіннің аяғы береке болсын. Құрметті қонақтар, бүгінгі жиналып отқан себептерін өздеріңізге белгілі. Мына Жәмиле апамның шаңырағында және бір семья қосылып, шаңыраққа шаңырақ қосылып жатыр ғой. Ғабит, Жембай, Нарбай бәріңе той құтты болсын, балдар бақытты болсын, өмірлі болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Бүгінгі мына әйел қыздар күні 8 март халықаралық әйел қыздар күні құтты болсын бәріңізге. Дендеріңіз сау болып, осы Наурыз мерекесінде құттықтап жүре беріңіздер, дендеріңіз сау болып. Бәріңіздің үйіңізде үлкен қуанышты той бола берсін. Немерелерді үйлендіріп, шөберені шертіп жүре беріңіздер. Балдар бақытты болсын. Той тойғаласа берсін. Құрметті қонақтар, бүгін Құда құлттар әулетінде үлкен той бір семья қосылып жатыр. Інім Нарбайдың баласы үйленіп, бас қосып той болып жатыр. Той құтты болсын, дені сау болсын, шаңырақтары биік болсын, керегесі кең болсын. Әрқашан той бола берсін. Бүгінгі 8 март әйел қыздар күніне орай 8 март Жәмиле жеңгемде туған күні. Туған күні құтты болсын, денің сау болсын, балдарының алдында күліп ойнап, шалқып жүре бер. Әрқашанда тойға, Қазақстанға той деп кел. Барлықтарыңызға үйлеріңізде той болсын. Той деп жүрейік әрқашанда. Мына қыздардың, сіңілдеріміздің азғантай подаркасы бар, тапсырады. Мына үшкенде бәрі қоймен, үшкенде бәрі. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мінекей бүгін жиналып қалған себебіміз бәріңізге белгілі. Мына Қодырақұлықтар семьясына тағы бір шаңырақ қосылып, балдар үйленіп жатқан жағдайы бар. Балдар бақытты болсын. Жалпы Қодырақұлықтардың бәріне айтамын. Келін құтты болсын бәрімізге. Сонымен қатар осы денен пайдалану, бәріңізге де әйел қыздар жағынан, әйел қыздар бүгін несі ғой, мейрамы ғой, бәріңізге де мейрамдармен құттықтаймын.
құттықтап, мендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болып, бала шағаны өмірлі шүкірлі болып жетілдіре беріңіздер. Жезделерімізде біреу сөйлесін, жезделерімізде. Ана Құттыбай келіншегің бар, қане? Үкімет қалайық, той иелері, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, ұзағынан болсын, қыз келіншектер бүгінгі мейрамдарыңызда құтты болсын, балдар бақытты болсын, сіздерге де осындай жұғысты болсын. Мен есімді Нығмат, мен ана Райгүлдің папасы Өстай ағамның туған жиені боламын. Өстай ағам мен туған нағашы боламын. Руым айтып қожа ағам. Оның бұлақтарымыз біздер. Құрметті қалайқын, бүгін Шалдарлар әулетінде үлкен той. Тойдың себебі нарға келін алып жатыр. Келін құтты болсын. Келген адамы гүлді бөлісті. Мына отырған қыз келіншектер мейрамын құттықтаймын. Сіздердің үйлеріңізде осындай үлкен той болсын. Бәріңізге жұғысты болсын. Тойларың той болар. Бүгінгі қодақлықтан отбасылармен келін алып қойып отырмын. Құтты болсын. Ағамыз сізде туған құтты болсын. Осы арқасында қыз келіншектердің мейрамынан құттықтап болсын. Бәрі үйіндегі той болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Баршаңызға Шалдарлар әулетінде үлкен той болып жатыр. Жастар бақытты болсын. Қыздар мейрамы құтты болсын. Жиналған қауым, кезі құтты болсын. Өзін таныстырып кетейін. Мен Райкүл апаның туған бөлесі бар. Роман Шалдар. 2 жас бақытты болсын. Осы екеуіне барлық жастықтар. Қамны 2 жас бақытты болсын. Басталмай жатыр айтып ғой. Бағаннан мен өзім алып келіп тұр едім. Ал жақсы рахмет, қандай керемет. Өзіміз араласып, бойымыз құраласып, мынау алыста жүрсек те өзіміз құдаласып қалған қалыппыз ғой өзі. Негізінде бөлесімін деп кел, өзім çok дәрмін деп жатыр. Қандай керемет. Ал рахмет бәрекелді айтылған ақ-тілектер періштенің құлағына шалынсын. Сіздердің де шаңырақтарыңызға шаттық мереке, тойларыңыз көп болсын дейміз. Ал той иелерін бір құшақтап, бір кішкене қолдарынан алып, бір мереке. Дегенің үші ағарып не бары, дос дегенің үші ағарып болғанмен, туыс деген 4 әріптен жоғары дейді ағайын. Ал осында келіп отырған ата-анамыздың класстас достары бар ағайын. Нарбайдың класстас достарын, және Райгүлдің класстас достарын, және Ғабиттай ағасының класстас достарын бір ортамызға шақырсақ деп отырмыз. Ал келіңіздер 77 жастары, 82 жастары, тағы да Ғабиттің класстастары, 82 жастарын бір ортамызға шақырайық. Ақсекті ақтарды айтсын деген ниетпен келіңіздер кәнеге. Thank you.
келіншектер ораза да ой сен ауыз ашып тұрмын иә жетті бастаймыз ба не қыламыз сені бастаймыз. Міне құрметті қонақтар, өздеріңізге белгілі Нарбай бәлкімі кейін алып көтеріп жатырсыз. Мына жастар бақытты болсын. Міне Жәмила Құдағай, міне туған күніңіз құтты болсын сізге де. Жақсы тілектер айтып жатыр ғой. Құлағына шалынсын. Мына 8 март еліміздар мейрамында құтты болсын. Бәрі жақсылықты тілейміз, той болсын, бәрімізге жұғысты болсын. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум, құрметті, қадірменді, қадірлі ағайын, Жәмила апа, ең бірінші туғаныңыз құтты болсын, жасыңызға жас болсын, Алла тағала тек қана жақсы күн көруге Алла нәсіп етсін. Баршаларыңызды төрде отырған аналарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Алла тағала тек қана сіз айтқан тілектеріңіздің берекесі мен жемісін бере берсін. Ал енді біздің осы жерде Нарбай өзіміздің құрдасымыз, бір жағы жиен болады маған Нарбай. Нарбай бүгінгі түсіріп жатқан келінің құтты болсын, Ербосынжан құтты болсын тойларыңыз. Осы жерде көптен күткен ойларымыз, сені қашан үйреніп деп жүруші едім, болған соң арамызда бойдағымыз. Ербосынжан тұрған жерің қала болсын, үйіңнің іші гүлденген бұлбұл болсын, қоянның көжегінде қожырлаған, үйіңнің іші толған бала болсын деді. Ербосынжан келін жанында қайта-қайта апта сайын қай жұртқа алып кетпе, Нарбайменен мінекей өзіңі ақжаулықта анаңды кіржастыққа жастап кетпе, үйімде кинотеатр жоқ деп жаным, апта сайын келін жанында қай жұртқа алып кетпеген екен. Тойларыңыз сойыласын. Енді мына бұл жерде жаңағы Шынберген ақыннан бар бір кісі сұраған екен. Бұл өмірде ана артық па, бала артық па, жар артық па деді. Сонда біз пенде болғаннан кейін әрине үш кісінің біреуін таңдауымыз керек. Я ананы, я баланы, я жарты таңдауымыз керек. Ол кісілер ұлама ақын кісілер болғаннан кейін үшеуін де туын жерге шықпай былай етті. Ақыретті ойласаң, асырап баққан ана артық, ізбасайықты ойласаң, артыңнан ерген бала артық. Жаныңа жалау болып жүрген, жүрегіңнің жартысы болып жүрген, жаныңда жүрген жар артық деген екен ағайын. Өзіңіздегі келін құтты болсын, келінмен бірге бір жасқа қартаюға Аллам нәсіп етсін, тойларыңыз той қыласын, әрекет той құтты болсын. Сіздер сөйлеп болдыңыздар ма? Үшеуің келді? Төке сөйлесің ба? Ойбай, үшеуің келіп, үшеуің келген жақсы болған екен, 30-ың келгенде ол үшін таң атып кетеді екен да осындай. Мен қысқадамыз қауым ғой. Ассалаумағалейкум, кешарық, құрметті тойшыл қауым. Бүгін Нарбай кластасымыздың баламыз үйленіп жатыр екен. Той қыласа берсін, бақытты болсын, алына Алла жарылқасын. Сол қуаныштарыңызға ортақпыз. Тойда әрдайымда біздерде, сіздерде болып қызметте жүре берейік. Балдар бақытты болсын ғой, главный басы. Сол басқа нәрсе керек жоқ. Бақытты болсын балдар. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жәмила апа, үйіміздің бас қосқан той ғой, үйден той, 2 жас бақытты болсын. Тойларыңыз той қаласын. Ассалаумағалейкум. Бүгін жинауға себебіміз Нарбайға келін алып жатыр. Келін қадырының болсын. Бүгін мерекелеріміздің барлық аналарға. Шынымен де бүгін бір-екі сөз аздық болып қалды. Осы отырған қыз келіншектердің барлықтарыңызға мерекелеріңіз құтты болсын. Мұңаймаймыз, тек алға көңілді көтеріп тойлай береміз. Құтты болсын мерекелеріңіз. Құтты болсын. Рахмет берекелді. Біздер енді мынау жаңа айтып жатқанға қалай болды демеңіздер, бізде бәріміз құрдасымыз ғой, осындай әзілдесіп айтып жатқанымыз. Ал айтылған ақ тілектен періштенің құлағына шалынсын, Назар мінекей жақсы сөздер сөйлеп жатсыздар, осы мінекей әрдайым екі жастың бойына дарысын дейміз осы ақ тілектеріңіз. Ал рахмет, той иелерін құттықтап қояйық. Содан кейін мінекей жаңағы беріліп жатқан біздің той палауымыздың бір батасын алып, ал беташарға бет тұру жағын бір ойластырайық.
Солай ма, я алдыртамыз ба? Батаға жолдың жүксе бізелім. Жылқыбайғам жасыл кен. Құданың жолы үлкен. Жылқыбайғам жасыл кен деймін. Кіне? Жылқыбайғамна ба? Иә. Табақта тұрамызсың ба? Аламыз ба? Оны аламыз тұрса да тағы уақыт беден арады, иә. Қызметшілер. Иә. Жылқыбайға, Алла үйге бір алақанды жайық, ақбілегімізді көтерейік. Жылқыбайғамыздан ақбатасын алайық, жастар жағы болса да, жылқыбайғаны сыйламасаңыздар да ақбатаны сыйлап, орнымыздан бір тұрайық ағайындар, иә. Жастар жағы деп айтамыз. Жылқыбайғам, сіз кетіп жоқ, сіз отырамыз, ойбай, бұл пионер болғанымда ұшып тұрады, всегда готов деп. Коммунизм деп так. Жылқыбайғам неге? Ой, мен әкем ғой, әкеммен жас. Екеуміз тұрайық, өйстіп бата береміз, бір сағат сөйледі. Иә, мынау енді бұл жолдарға ұрының ауылында қарасалап айтқанда елінде жолдардың той болып жатыр ғой, үлкен қуаныш той. Бір басы екі болып баланың келін түсірген тойы, әрқашанда аманшылық болсын, дүниеміз тыныш болсын, Жәмиле Құдағайдың дені сау, Жәкен шығап барып жүре берсін, жұмакен жұматай болғанда да, ол кісімен басқаша әңгіме бар. Ол кісіні жазар барады. Я Құдайым оңдасын, ешбір жамандық болмасын. Дастарханы берекелі болсын, отбасы берекелі болсын. Қосылған 2 жас бақытты болсын. Әрқашанда Жәмиле апам шығап барып қара темір жүре берсін. Тойы боласын, әрқашанда аман болып, дүниеміз тыныш болып, қайрат болады. Әмин, рахмет, қандай керемет. Ал, енді мінекей келіндеріміз бір дайын болса, бет ашарға бет бұрайық. Ал, құрметті ағайындар, құрметті қонақтар, өздеріңізге тағы да мінекей бет ашардан алдын сыпты сіздерге бір ескерту айтып кетейік. Мына жерге қолдан келгенше біздің ағайын туысқандардың аттарын жазып жатырмыз. Бірақ енді мынау келгені бері тағы да айтып жатырмыз. Мына беташардың бір тізімін тағы бір қарап қойыңыздар. Иә, ұмытып кеткендер болмасын деп. Енді мынау тізімнен аттарыңыз шықпай қалып жатса ренжіп, ат шапанымызды лақтырып кетіп жүрмейік, тек қана құлағымызға сыбырлап, анау тізімге өздеріңіздің аттарыңызды қосып қойып жатсаңыздар да, ол да мінекей болады. Ал енді мінекей бір кісілердің аттарын жалпыламай айтамыз, бір кісілердің аттарын атап, түрлерін түстеп айтамыз ағайын. Ал енді мынау келіндеріміз дайын болса, келіндерімізді мінекей бір қошеметпенен Ақотаудың төріне бір шығарсақ деп отырмыз. Ақотаудың босағасына аттандырсақ деп отырмыз ағайын. Орындарыңызда отырады, бет ашар енді басталайды бәдім. Ал құрметпен ағайындар, ақ босағамызда аттап келіп жатқан аппақты әзіргедей келіндеріңізге бір қошеметтеріңізді беріп, келінге бір құрмет қылып бір мінекей, жастар жағы бір тұрайық кәнекей. Қошеметтейік ағайындар, бүгінгі мінекей Шолдар еліне келіп жатқан ақ келіндеріңіз мінекей. Әрқашанда мінекей алдынан тек бақыт болсын дейміз ағайын. Осы келіндеріміз бүгінгі мінекей бала келіндеріміз ендігі күні ана келін болсын. Осы шордарлардың түтінін түзеу түзететін мінекей дана келін болсын дейміз. Ал жандағы қолтық сүйер келіндер осы шордарлардың келіндер ма? Иә, нағашылардан бар ма? Нағашылардан бар ма? Суыт жүреді екен дейді, асықсыз ғой, кешке бір отырысқа бар ма дейді. Келді да бүйтті де кетті ғой. Рахмет, бәрекелді. Әрқашанда мына қадамдары, әрбір қадамы мереке болсын бұл кісілердің енді. Мына жаққа апаларға көрсететін жаққа не бар? Көріп тұрайық. Привет, это
құрметті қонақтар. Енді бүгін мінекей шобдарлар рулы еліне келіп түсіп мінекей жалпы шобдарлар емес нағашылар жағында құда жекжатты. Ал жалпы айтқанда осы мінекей рудный халқын қуандырып жатыр ағайын. Ал ер болсын інімізбенен Назеркедей аппақ қана келіндеріңіз осы бақытты болсын дейміз. Осы Назерке келіндеріңіздің аттап келген қадамы осы шаңыраққа шаттық, мереке және береке алып келсін деп бір қошеметтеп қояйық. Ал құтты келін болсын, құтты қадам болсын ағайын. Осыдан кейін мінекей сәбилердің шаңырақта сәбилердің үні естілсін. Осы қадамнан кейін тағы да жалғасып келіндеріңіз түсе берсін дейміз. Ал шапалақтарыңыз болса, мінекей шобдарлар рулы еліне құтты болсын айтып қояйын. Ассалаумағалейкум жиналған мына ағайын, шашуында келіннің сөз маржанын тарайын. Байқастырын қараса, күлкіге толы маңайын, жақсы сөзбенен күтсеңдер бұлақтай болым ағайын. Не итар деп мынағын, таңырқап тұрсын талайын, мен тұлпардың тұяғы, бір кәденге жарайын, айналайын келінжан, өсет айтып берейін, құлағыңа күйіп алар үшін мерейін. Ең алдымен сыйлы бол, өзің туған халқыңа, қастерлеп ұста ұмытпа, ата баба салтыңды, көз салып жанын құмартпа, бағал екен деп бір алтынды. Екінші келін құрметті, атаң менен енеңді, әрбір істі абайла, келін болдың сененді, әруақтары солардың жеткерер көкке төбеңді. Және де келін құрметті, қатарың менен құрбыңды лақтырып тастама, басыңа түскен шылбырды, шайтанның ерме суық жүзіне жуытпа ол бір құрғырды. Әр келін бетін ашқызған кездестірдім дүлдүлді, тәртіптің бұл кезінде ұмытпа жаным бұл күнді, еңді саған сыншыл көп кірлетпей ұстай сүлгіңді. Және де келін құрметте, өзіңнің сүйген жарыңды сүрінтіп алма абайла, маңдайға біткен нарыңды сөндіріп алма қапыдай өзіңнің жаққан шамыңды. Азда болса екен жан, тыңдадың ата ақылын, бақ болып қыдырдарысын, көбейе берсін жағының, иіліп бір сәлемет халқыңның сыйлан ақының. Әуелі келін есің ал, ақтың досы пайғамбар, дүниеден өткен бабалар, Аллаға қолын жайғандар, жақсы тілек тілесін, бейнет болар солардан, өткендердің рухына иіліп келін сәлем сала. Ал осы әулеттен үміт еткен жалпы әруақтардың рухына иіліп келін бір сәлем. Ал енді мінекей келіннің әрбір салған сәлемінде қарап отырмай, бір қошеметтеп отырайық ағайындар. Ал енді мынау әруақтардың атын атап отырмайық, енді жалпы әруақтар деп жатырмыз, жалпы әруақтарға бір сәлем. Халқын қамын бойлаған, ақылға терең бойлаған, асқар таудай атаң бар, алғыспенен көгері, атаңнан жаным бата ал, кесек өтпе алдынан, әрбір сөзін жаттап қал, қамқоршы әр қорғаның, көк майсалың орманың, сыйлай білсең атаңды, орындалар арманың, осындай ата енелеріңізге иіліп келін сәлем сал. Ата өз бауырлары дейміз мінекей, және өз ең үлкен әжесі Өзбекстаннан әдейілеп арнайлап осы тойға келіп отырған мінекей Жәмила әжесіне, Жәмила әжеңізге иіліп келін екі сәлем, бір үш сәлем салайық, Жәмила апамызға неге. Қалшымықтай тұралап сен тұрғандай, күміс тұмандай, отты тұрғандай. Не, Жәмила апам шашын ұйықтап қойған жоқсыз?
Ya, oy Мінекей, аяқ ауырса да билеп келе жатыр ғой, билеп келе жатыр Мінекей. Жүрістің өзі бір би жәмиле бар. Әжелер, енелер алдырып билеп шықсаңдар, не тұрсыңдар? Ya, қашан құлаққа келіп тұрсыңдар ма? Ой, Мінекей, қандай керемет. Ал Жәмил апа, құтты болсын немере тойыңыз. Я, келер жылы енді Мінекей шөбере тойға келіңіз. Ал, бір қошеметтеп қойық, Мінекей. Ал, ата енелері дейді, Мінекей біздің Нарбайдың бауырлары Тойлыбай және Гүлжахан, Мектепбай, Мәрзия, Қыдырбай, Света, Уайс, Бану, Қоңырбай сынға ата енелеріңізге иіліп келін бір сәлем. Және ата әжелері Мәлік, Бекназар, Ұлбосын, Айнагүл, Сәрсенгүл, Қалам әжесі, Оңғарбай атасы, Нұргүл, Руслан және Майрамкүл ата енелері, Ұлықбек, Қуанышкүл, Бостан Күміс, Жасар, Айнагүл, Молдан, Бағила, Сарқыт, Гүлбану, Тойбек, Жарқын, Шәріп, Әлия, Марат, Сейтқали, Нұрсұлу, Жұмағали, Гүлшат, Сапар, Рабиға, Төребек, Сәнімгүл, Өсербай және Зұлпия ата енелеріңізге иіліп келін бір сәлем, бір қошемет қойайық. Söylesi sözge sabırlı, ağzında dua batalı, ağzı dua batalı, самайдан түспесе де сақалы, Нарбай деген атаңа иіліп келін сәлем сал, болмасын бізден қапалы. Ал Өзбекстанда болса да Мінекей тілеулеріңізді тілеп жатқан Нарбай қайнатаңызға иіліп келін бір сәлем, бір қошеметтеп қойық. Рахмет. Басынан талай көктен күз өткізген, жолдарыма сыра дейтін біз өтпеген. Келінжан ақжаулықты енеңіз бар, жүрегін ешбір жанға мұз өтпеген. Танытым ибалықпен сәлемің сал, енеңізге Райгүл деген ізетпенен. Өз енеңіз, өз енеңіз Райгүл енеңізге иіліп келін сәлем сал. Ал музыка қойықшы, Райгүлдің бір биін көрейік кәдеге. Осы алып кетсін деп едік қой сені. Мына Майранды жаман үйретіп алды ғой, шық деп қосылып шыға беретін болып қалды ғой деймін, кім шықса да. Айтылсады шын күнің ұрысыңды сайлама, ыржаңдатып аузыңды сөкейтіп сағыз шайнама. Үйде отырған кісінің жел жағынан шаңқытып баспақтата айдама. Қонақ келсе үйіңе мініп келген көлігін, жұрттың балдары 500 теңге 1000 теңге алып қоя қоятын, мына қызым деген ол
бәрін оқтың көтерейін деді ғой. Қонақ келсе үйіңе мініп келген көлігін босағаға байлама, асығып отыр қайтсақ деп шыдамсыз келін қайнаға абысындарыңызға иіркелін сәлем сал. Жеңбай деген қайнаған, насихат деген абысын, ғабит пенен майралар өзіңнің түйіп түскен шаңырақ. Ақбосаға аттаған ғабит және майра қайнаға абысындарыңа иіркелін сәлем сал. Ержан менен Мәдина, Мақсат менен Жұлдызға Бекжандарың тағы бар, Атамұрат ұл болсын. Қожабек және Ләзиза, Құрышбек пенен Нұрбилға, Нартайдағы қайнаған Асылхан мен Жансұлу, Заманбек пен Жұлдызға, Әскербек пен Алтынай, Қазбек және Бағила, Досан менен тағы да супругасы тағы бар, Әбжәми мен Индира, Қажығали мен тағы да Шәрмердин, Манзуралар, Едон менен Ләзатқа және Мыңбай және Жазира, Сейфулла Қалампыр, Ерхан, Гүлмира, Арғынбек, Самал, Ғасырбек, Үсенбек және Нұрсипат сыңды қайнаға абысындарыңызға иіліп келін бір сәлем бір қошеметтеп тұқым шашқан бәйтерек қадірменді сыйладым. Мықтылығын сұрасаң жоғыңды тауып берердей, нағашы жұртың осындай шетінен бір керемет, артықша сыйлап бұларды иіліп жаның сәлемен. Нағашы ата әжелері және нағашы апалары, Ербосынның нағашы аталары Дәмегүл, Тыным, Шәрігүл, Ахмет, Ақсылу, Қаламбек, Маузада, Құттыбек, Жәмила, Гүлшәрі, Нәзипа, Жалғас, Жаңагүл, Базарбай, Артығай, Жалғас, Тұрсын, және Талғат, және Балбала, Балтабай, Базан, және Көшербай, Гүлзира, Пернегүл, Нұрхан, Айнұр сыңлы, жалпы нағашы ата әжелері апаларына иіліп келін бір сәлем. Біздің енді мынау Ербосынның түп нағашылары, жәнтіндер, жалпы жәнтіндерге иіліп келін бір сәлем бір қошеметтеп қойып кәнеге. Жалпы жәнтіндер. Ал енді білейік, Райгүлдің нағашылары, Ербосынның түп нағашылары, Баршагүл апамыз Мәриям және Қалдыгүл, Алдияр, Жаңагүл, Жексен, Бейбісара, Бақытжан, Ақжарқын, Мадияр, Наргиз, Әбілхан, Әйгерім, Нұрқат және Гаухар сыңлы түп нағашыларымызға және Ербосынның өзінің нағашылары Бекнұр, Салтанат, Манас, Сандуғаш, Дәулет, Майра, Мейрамбек, Аяла, Ерімбет, Нұрсұлу, Бекболат, Жансұлу, Есімай және Балкен, Айбек, Гаухар, Нағашыбай, Айнұр, Нұрлан, Күнімхан, Нұрлан, Ерлан, Гүли, Сахибек, Орал, Аманғали, Перизат, Гүлсім супругысыменен, Балнұр, Нұрислам және Қақназар, Марсбек, Алтынбек, Мөлдір және Досан, Гүлнара және Рахима, Тәжімрат, Сырғар сыңлы нағашыларымызға иіліп келін бір сәлем бір қошеметтеп қойып нағашылар келатыр дейді ғой. Майра Майсалық көріпті, абайлап сен қарасаң, Құдай бақыт беріпті, жас келінді көремде, алғыш жолдан оларда бірі қалмай келіпті, олардың бөлек орны, түрі түсін сұрасаң, қыз жібектей форма, шашуына берердей, бір жорға торыны, аямайдай өзіңден, бұлар ешбір дүнием ал, апаларыңа осындай иіліп келін сәлем сал. Апалары және жезделеріміз Гүланар, Ұзақбай және Ақжан,
Ақшан супругасымен еді. Айгүл Жайшылық және Жангүл Нурик, Жанагүл Майрамбек, Мәдина Жасылан, Қазына Ғалымжан, Ғазиза Самұрат, Ләззат Артықбай, Гүлнар Құттыбай, Қыдыр, Гүлбадан, Перизат, Кәмшат, Ерсейіт және Тұмаргүл, Айгүл, Айтуар және Кенжібек, Ақшагүл сыңлы қайнапа жезделеріңізге иіліп келін бір сәлем бір қошемет деп қояйық кәдеге. Апа жезделерімізге бір қошеметті қояйық шаңайында кәдеге. Тілеулесілеріміз, тілеуқорларымыз. Қандай керемет. Ауылдағы Жангүл менен Нуриктің атынан, апа жезделерінің атынан неге салып жатыр. Неге той апамызға бір қошемет деп қойыңыздар. Ауылдағы Өзбекстандағы қандай керемет неге. Осы тойға жиналың, келіптер міне жиын бөлелер, осылардан көресің, асықпасаң еңбегін, жиын бөлелер өң жеңбір, ағайлар мен сайла, есіңе жанын құдайдал, қатарыңды көбейтер, жиын және бөлелерге сәлем сал. Жиынның басын бастап тұрған Нәбира, Аяна, Алиса, Бекнұр, Алинұр, Балерке, Төренұр, Бекнұр, Айзат, Айша, Бақтыгүл және ұлбала Қуанышбек, Тойдыгүл, Өмка, Айгүл, Мұрат, Алмат, Әділбек, Жадыра, Орынбек, Тұрсынай, Жеңіскүл, Сәдуақас, Тұрсынкүл, Жетпісбай, Серікбол, Арай, Сәдуақас, Салауат және Жан Бала және Карл, Гүлсина, Сәби, Гүлмира, Полат, Төлебай, Гүлбазар, Жаңабай, Айдын, Қуаныш және Айзере, Арсен сыңлы жиендерімізге иіліп келін бір сәлем бір қошемет деп қойыңыздар. Бөлелеріміз Егемберген Роза, Айымхан Асан, Рахымжан Гүлзамира, Ержан Кәмшат, Ринат Айкен, Мейірбек Сина, Құралбек Ғалымбек, Ербол Бегарыс, Мұхаммед Али және Жазира Аяулым Зинура, Асылхан Аслан, Тархан Мұхамбет және Алихан, Аида, Әсел, Марат және Нұрсипат, Баян супругасымен бөлелерімізге жалпы иіліп келіп бір сәлем бір қошемет деп қояйық. Шынымен құрметті адам болса да сыйласа біл осымен ата-енеңнің жақыны әрі дос әрі ақылы құда менен құдағи әрқайсысы әр елдің билері мен батыры құрметте жаным бұларды деме жаман кемпір шал ізетпенен иіліп көрген жерде сәлем сал. Жалпы осы әулеттен қыз алған қыз берген құдаларымыз, құдай қосқан құдаларымызға жалпы иіліп келін үш сәлем салайық ағайын. Түрлерін түстеп, аттарын атап жатпаймыз. Жалпы құдаларымызға үш сәлем. Құдалар, исек көрек, белек көчекмен. Және біздің еді мынау Нұрсұлу апаңыздың төркіндері осындағы енді аттарын жазған жоқпыз. Нұрсұлу апамыздың төркіндеріне иіліп келін үш сәлем бір қошемет деп қояйық
құлпырған көп сағынған сыртыңнан алма бойын аққулар көріп сені ұмтылған қайын сіңілің қанатың күтіп ұстады жанатың бұларға да келдірет иіліп келін сәлем салатын құлындайдай секірген қайныларың тұр елеңдеп жаңа түскен жеңгеме келін алып берем деп жасөспірім жас шығып тәрбиесін жеңгемнің асығып тұр көрем деп ойлы бол келін ойлы бол ақыл сұрайды жеңге деп әрқайсысы сенен кеп көркіне өскен өрендер қол қанатын қосылар ізіңнен ерген өрендер қайынларыңа құрметтеп ізетпен келін сәлем бер қайынлары және қайын сіңілдері қайын інілері және қайын сіңілдері әділбек әлибек мейрамбек асылжан дінмұхаммед нұрислам нұрперзент және бірлік нұртас нұржас олжас және нұрахмет назар Алтынай Жаннұр қайын сіңілдеріңіз Жанар және Гүлнұр Айсұлу сыңлы қайын інілері және қайын сіңілдеріңізге иіліп келін бір сәлем бір қошеметтеп қояйық. Аштықпенен тоғыңа тобалжып қылып еріңді өзің жеп жүрме тамақтың тәттісі түссе қолыңа абайлап сөйле аң болып оңменен солыңа алдынан өтіп ордаңда келе жатқан кісінің кеселеп жүрме жолына ауылдастан қызғанып қорымай аш суыңды қорымай көршілерге ет сәлем. Ал осы Рудныйдағы көршілеріміз Ерманбет және Жұлдызай. О, мереке! Ерманбет және Жұлдызай көршілерімізге бір қошеметтеп қойыңыздар қанеке. Содан кейін Өзбекстандағы жалпы көршілеріміз Рудныйдағы бүгінгі мінекей Ғабит үйіне шаңыраққа түсіп жатыр. Бүгінгі Ғабиттің көршілеріне иіліп келін бір сәлем бір қошеметтеп қойыңыз. Ой, қандай керемет. Жетпісшілдер ауыз ашанға асығып отыр. Бір тойда тұрдағы, бір тойда түкәйді. Жора-жолдастағы бар, оларды да танып ал. Шырақтай жанған бағы бар, ата-енеңіздің жақыны, әрі достары ақылы. Оларға да келдірет, иіліп келін 77 және 82 жастарына иіліп келін сәлеммен. Ал Ғабит қайнағаңыздың кластастары бар, және атаңыздың кластастары 77 жастары, және едеңіздің кластастары 82 жастары тағы бар екен ағайындар. Ал иіліп келін бір сәлем бір мінекей кластастарымызға. Ербосынның достары, Құдайдың Алла қосқаны, Дулатпенен серік бол, Мираспенен Салтаға, Айбар және Мәрина, Жасикпенен Әйгерім, Асылжан мен Бақыға, Мерейлерің тағы бар, Ержанменен Асқоға, Қайрат және Алтайға, Асқатпенен Ақерке, иіліп келін сал. Иіліп келін сәлем салын еркем. Ал енді мінекей осы бүгінгі Ербосынның достарына иіліп келін әдейілеп 3 сәлем бір қошеметтеп қояйық. Бүгінгі мінекей қызметімізді қылып жүрген қазанымызды қайнатып көрдіңіздер ме ағайындар? Шайымызды қайнатып сіздерге ыстық шайлардан беріп мінекей жәрдемдерін аямай жүрген Ербосынның достарына бір қошеметтеп қойсаңыздар.
осы тойға келіпті дүйім халық жиналып беташарды бәрі де тыңдай хатты бұйығып халық қаланың бір аты мынау тұрған халыққа сәлемет жаным иілем мынау тұрған халыққа сәлемет жаным иілем. Ал енді мінекей құрметті ағайындар, құрметті қонақтар, енді мінекей ал ақ келініміздің беташар рәсімінде мінекей өсиет сөздерімізді аяқтап жатырмыз. О, біздің енеміз кәдімгідей қыдырып жүргендей. Қазір мына жерге шығарып жіберсек үйіме кетіп қалайын деп жүр ғой. Райкөл. Келіңіз. Қайын келіп. Жайын апа келіңіз. Жайын апа бағанда бір қолда аяқта тұрмай жүредіңіз, қазір шақырып алып болдық қой сіз өзді. Келіңіз деп өтініш қылып, келіңіз иә. Шаршады ау деймін. Енді ол немеренің тойында шаршамайсыз енді. Содан Өзбекстаннан шаршамай келдіңіз. Келіңіз. Жоқ. Дейінгі шаршадыңыз. Келіңіз. Келіңіз. Анау, келін қалатын келін ғой, келіннен қорықпа. Өзіңіздің қасыңызда қалады. Мынаны қарасаңызшы, бұл кетіп қалады бұл. Сол үшін айырылып қалмау керек. Бірінші сізді алып келіп жатқаным ғой. Ойма, Жаймен апамда бірден қолын созып жатыр. Мінекей, бұл енді той сіздікі ғой. Той сіздікі, сосын осы екі көрімдіктерді өзіңізге беріп жатқаным. Ал дұрыс емес па енді мінекей, осы балалар тапқан да, баққан да осы кісілер ғой. Ақжаулықты аналарымыз мінекей, қандай керемет. Көрдіңіз ба мінекей? 10 мың салдыңыз, 100 мың алдыңыз, бұл лотерея ғой деген тұрсын беремін. Bizim balada şarşardan şekşesімен иіліп бұлтаса салып. Сен ендігі беташарда былай қылайық. Бүгін енді стажировка саған, жеңшең иілген кезде сен көтер, осыны айтпадыңыздар ма? Сен көтер, жеңшесімен бүйтіп салып жатып, ақжаулықты аналарымыз тартқан мынаны. Мамаң тартқан, әжең тартқан, бұл кірлемеу керек. Балам? Мінекей. Сен жеңшең иілген кезінде сен көтеруің керек. Осыны мына кішкентай балдар қойып қоямыз, бірақ үйретпейміз ғой. Ал сол үшін енді мынау қойған кезімізде бір үйретіп отырайық. Не қылдық? Ой, тұрмай, мыналар екеуі де оразаның несінен бастарың айналып тұрмай, бақыттан бастарың айналып тұрмай, мынаны келсіңдерші, бетіне шақта келіндің. Түйін тоқтап тұрмаса, ойбай, жоқ, мынау не істеп тұр мына екеуі? Осыдан ғой келінді құтырып кетеді. Мына келіндер тұр ғой мінекей, осылар ажады ғой. Біреуге бересіңдер, ниет қылып беріңдер. О, Жәмил апам. Кім ашады, Жәмил апа? Сіз ғой, ашатын. Bayrağı şimdi kalma. Sakin var, şuradan kalmasın. Yani gelmez, bu iyi var. Hoppa. Келіні көп адамның ісі ғой, бәріне араласып тұрады да. Мына жаққа шығарып жіберу керек та. Суретке түсейдіңіз, тоқтаңыз әлі ерте ма тоқтаңызшы? Батасын алып айтып құдайына. Жәмил апа, тұрыңыз, кетіп қалмаңыз. Енді мына ақсақалдардан шақырайын деп едім. Отырыңыз, мына жерге, отырыңыз. Келіннің бір батасын берсін деп жатырмыз. Ерболсын қайда? Кешін. Ерболсында бабасынан айдылмайды. Жаққа, кішкене жаққа. Қалып көрсін деп атқан ғой, жақында тұрмыз. Қазір енді бата сұраймыз енді. Мамасы тұрмыз сәңіз.
Жоқ, әңгімені қояйын, кешке ауызашада айтамыз. Кім бата береді деп отқан? Шоктарлар үлкен деп жатыр. Қоңырбай ағам ба? Жол үлкен ғой осы кісінің. Қоңырбай ағам. Солай емес па? Жол үлкен ғой. Қоңырбай ағам. Біресе Төрежан болды, біресе Бөкежан болды, сізге де бір отыр. Бүгін қойып отырсыз ау атты, бағана атты кім деп қойдыңыз деп едім, Төрежан деп едіңіз. Маған келіп Қоңырбай дедіңіз. Енді келіп жатыр, Бөкежан кел деп дедіңіз. Келіңіз. Ләриаумен жастарымызға бата берсін деп өзіңізді алдырып отырмыз, ал жастарымызға бір Ләриаумен деп бір алақанымыз жайып бата тілейік. Құрметті жиналған ағайын туыс, жекжат, құдай жекжат дегендей, балдарымыз бақытты болсын, аңсаған армандарына жетіп, әр жерде көріне берсін биіктерден. Не қылдаймыз, барлығымыз үйізде осындай той болып, қызметте барлығымыз жүре беріңіздер дейміз. Әумин. Әмин. Ал. Ал енді мінекей жастарымыз бақытты болсын ағайындар. Жастар өмірдің гүлі болсын, жүрекке Алла берген нұры болсын. Жастарымыз екі дүниеде тек Алланың сүйген құлы болсын дейміз. Ал жастарымыз бақытты болыңыздар. Бүгінгі мінекей бала келін, ертеңгі ана келін, шоударлардың әулетінде тек дана келін болсын дейміз. Ал бір қошемете қанекей жастарымызбен суретке түсеміз екен деп өзіңіз алып апа келіңіз. Ұрсып суретке түсем деп едіңіз. Ал қалғандарымыз биге шақырайық, келіңіз. Қазір 3 минутта не қылайық бұны, жиын қапа болмасын, жиын назары қатты дейді. Сол үшін осы әулеттің, осы шаңырақтың жиыны атым кім? Еламанның мамаларымызға дейді, әжеме және апаларыма баршасына арналған тақпағым бар еді. Осы жиын едім, осы тойымызда, осы кісілерге бір арнайыншы деп отыр ағайын. Меңліктер бар ма? Меңліктер қошеметтеп қойсын кәнеки. Бар мамасын білесің бе? Маманың өзі меңлік пе? Шоқтарың деді ғой. Айтсың әңгімен қой айтсың. Еламан айт, давай. Қайсыға қосам? Нені қосам? Нені қосам? Аяулы анашым, мақсат берген
Мерекелеріңіз құтты болсын, аналар. Рахмет, берекетті, қандай керемет еламанға бірге алғыстарыңыз, қошеметтерімізді аямаймыз. Ал енді мінекей класстастар достарымыз және ағайын туысқандарымыз баршаңызды ортамызға биге шақырайық. Келейік, кәнеке. Келесі музыкаларымыз сіздер.